Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, Алтын доп арнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгінгі біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Месси кеше Аргентинаның қатарында ойнап хэт-трик жасады және бір рекордты тағы да жасап қойды. Бүгін Англия мен Хорватияның арасындағы тартысқа толы ойынға куә боламыз. Ал енді келесі Реал Мадрид пен Барселонаның трансферлері қандай, кімдерге көз тікті? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып, бүгінгі ақпараттарымызды бастаймыз. Кеттік. Лионель Месси МЛС-ті әлсіз лига болғандықтан ғана сол жақта жарқырап жүр деп ойлайсыздар ма? Әлі гол салып жүр, сол жақта сол әлсіз лига болғандықтан десеңіздер қателесесіздер. Кеше Аргентинаны алға сүйреген капитан Лионель Месси әлемдік деңгейде әлі де ойнай алатынын көрсетті. Кеше Аргентина Алжирға қарсы ойын өткізгенде осы 3-0 жеңді. 3 голды да Лионель Месси салды. Ол бүгін ойнайтын Криштиану Роналдуға эстафетаны беріп кетті. Сен де өзіңді енді көрсет, тамыр деп. Бүгін Криштиану Роналдуны көреміз. Ал енді ақпараттарымызды Месси жайлы жалғастырайық. Месси тағы да бір рекордты орнатты. Тағы да бір рекордты қалтасына салды. Ол қандай рекорд? Ол ең жасы үлкен әлем чемпионатындағы хэт-трик жасаған ойыншы. Енді бұдан кейін 38 жаста кім хэт-трик жасайды бір ойында? Ол өте қиын бұл рекордты бұзу. Және де тағы бір рекордты бұзуға жақындады. Ол Мирослав Клозе әлем чемпионаттарында ең көп гол салған, 16 гол салған Мирослав Клозе болатын. Осы рекорд біраз бұзылмай тұрған еді. Және де кеше Лионель Мессидің ойынға дейін 13 голы болатын, ойыннан кейін 16 гол Мирослав Клоземен теңесті. Бұл рекорд енді бұзылатыны анық. Және Лионель Месси осы әлем чемпионатындағы алғашқы 10 деген бағаны алған ойыншы. Лионель Месси өте кеше керемет ойнады. Топқа 57 рет тиген, 20-ның 23-ін алға жылжыта алған, 6 соққы жасаған, 3 гол салған, және де 3 рет қорғанысқа көмектескен. Бірақ сол 3 рет қорғанысқа көмектескен кездің біреуінде алаңнан қуылып кетуі мүмкін еді. Өте өрескел бір тәртіп бұзған болатын, бірақ оны төреші кешірді. Не дейміз, нағыз капитан Аргентина осы Мессимен бірге тағы да бір осы әлем чемпионатын алуға дайынбыз деген ойынды көрсетті. Норвегия қалай тамаша ойнады. Норвегияның шабуылшылары масқара. Қазір Сөрлотың бар, Холландың бар, Нуссаң бар, масқара шабуылшылар бар. Орталық қорғаныста Эдегар бар деген сияқты өте жақсы құрама. Әлеуеті жетеді, талай мықты құрамалармен текетірес беруге. Кеше Иракты 4-1 есебімен жеңіп тастады. Холланд деген дубль жасады. Өзін көрсетті. Және де өзін көрсеткен тағы да бір ойыншы, ол Сенегалмен болған ойында Франция ұлттық құрамасы да өзін көрсетті. Сенегалдың ойыншылары өте мықты. Негізі Сентур мен атайын, Мендиң бар, Николас Джексонның бар, Исмаил Сар бар, алдыда Камара бар, одан кейін 2 Гүйе бар, Кулибали тұр қорғаныста, қақпаңда Менди тұр. Кез келген мықты құрамамен бір тартысып тастауға болатындай құрама Сенегалдікі. Бірақ кеше Францияға әлі жетпеді. Франция бірінші таймда сәл ойынын таппай жүрген еді. Екінші таймда өте тамаша ойнады. Алисе деген турап кесіп пасты бере береді. Ол бір қорғаныстан өткізіп, бір қорғаушыдан өткізіп пас беру қызық емес оған. Алисе деген 4-5 қорғаушыны кесіп беру керек қой. Және соны жеткізеді. Мбаппе де дайын тұр. Мбаппе оқталып тұр екен, Францияны алға сүйреймін деп. Мбаппе кеше дубль жасады. Өте тамаша. Холланд дубль жасады. Мбаппе дубль жасады. Месси хэт-трик жасады. Керемет ойындары болды. Оның алдындағы ойындарға қарағанда алдында Испания, Бельгия, Уругвайдың бәрі шайып кеткен еді. Кеше фавориттардың бәрі жақсы өнер көрсетті. Әлем чемпионатында нағыз тамаша ойын 2 алыптың текетіресі бүгін болады достар. Онымен қатар тағы да тамаша ойындар бар. Португалияның ойынын айтпай кетуге болмайды. Португалияның жанкүйерлері көп. Португалия Конгоға қарсы ойнайды. Қоң дегізетін шығар. Португалия жеңу керек. Оған ешкімнің де күмәні жоқ шығар. Одан кейін Өзбекстан, өзіміздің көршілес ел, бүгін Колумбияға қарсы ойын өткізеді. Өкінішке қарай таңға қойып қойған ойынды, бірақ сонда да көруге тырысатын боламыз. Ал енді 2 алып деп отырғанымыз
Құрамамыз Англия ұлттық құрамасы. Томас Тухель бастаған Англия ұлттық құрамасы. Биыл чемпион боламыз деген Англия ұлттық құрамасы. Оған қарсы Хорватия. Англияның кек алатын кезі келді. 2018 жыл әлем чемпионатында Хорватия Англияны жартылай финалдан ұшырып жіберген болатын. Бұл топтық кезеңдегі ең күшті текетірес. Мұнда соңғы секундтарға дейін алаңның әр метрі үшін күрес жүреді. Бұл шайқаста кім жеңеді деп ойлайсыздар? Өз фаворитіңізге біздің 1x-тегі достарымызбен бірге ұтыстық. Осы отты матчқа тәуекелсіз ұтыстығы акциясы қуатта. Ол дегеніміз, егер болжам өтпесе, саған 50 мың теңгеге дейін қайтарылады. Бекітілген сілтеме арқылы өтіңіз. Рубен Аморимді жаңа жұмысымен құттықтап қойсаңыздар болады. Рубен Аморим ресми түрде Милан клубының бас бапкері атанды. Миланның жанкүйерлері болса құттықтап қояйық. Фабрицио Романо өз аузымен ресми хабарлады. 2 жылдық келісім шартқа отырды. Жылдық жалақысы 3,5 миллион евро болады. Енді Миланның басшылары да хабарлама жеткізген болатын. Рубен Аморим келді деп біз одан бірден нәтиже күтпейміз. Әлбетте уақыт беруге тырысамыз. Оны бас салып, мынандай болды, неге жеңбейміз деп жұмыстан шығарып жүрмейміз. Ол әлбетте келген бетте команданы құра бастайды, соған біз уақыт береміз деді. Миланның басшыларының өзі келе салып жеңіс күтіп отырған жоқ. Ол да дұрыс шығар. Әр жыл сайын бір бапкерді қуа беру жақсы емес. Сондықтан Рубен Аморимға негізінде жалпы уақыт беруі керек. Манчестер Юнайтедте де оны көп қысып жіберген болатын. Себебі Манчестер Юнайтедтің өзінде сол қысымнан кейін сұхбатында байқаған боларсыздар. Рубен Аморим бір сұхбатында мен бұл жерге менеджер болып келдім ба десем, бапкер екенмін деді. Ол дегені мен бұл трансферлердің бәріне араласамын, менімен ақылдасып шешіледі барлық нәрсе деген едім. Жоқ, бәрі менің сыртымнан шешіліп жатыр. Мен жай ғана тактика қойып беретін адам екенмін деп Манчестер Юнайтедтің басшыларымен де ренжісіп өкпелесіп қалған болатын. Енді спортингті қандай деңгейге жеткізгенін білесіздер. Бұның спортингі Манчестер Ситиді да ұтып жіберген болатын. Сондықтан Милан өте жақсы таңдау деп есептеймін. Себебі ең бірінші бұл Аморимнан күтеді. Миланның басшылары чемпиондар лигасының зонасына шығарып отыруды, одан кейін чемпион болуды, одан кейін барып талап ететін болады. 2 жылдық келісім шарт бар. Жақсы болып жатса тағы да 1 жыл созу мүмкіндігі бар келісім шартта. Сондықтан Рубен Аморимға біз тек қана сәттілік тілейміз, және де Рубен Аморим жоғалып кетпегенін, жақсы бапкер екенін дәлелдейтін жақсы жерге келді. Тұғырлы Тоттенхемнің жаңалықтарын топырлатпасам болмай тұр, достар. Тұғырлы Тоттенхем шынымен де тұғырына қонайын деп тұр. Енді бізге прикол ұстамайсыздар. Келесі маусымда мен басқа клубтың жанкүйерлеріне прикол ұстап қалуым мүмкін. Себебі Тоттенхемнің ең басты мәселесі неде? 2 маусым қатарынан 17-ші орны алуының мәселесі не деп ойлайсыздар? Ол әлбетте травма, жарақат. Барлық ойыншылар жарақат, құрамның глубинасы жоқ. Қосалқы құрамдағы ойыншыларды алып шықсаң деңгейі сай келмей қалады. Осы мәселенің бәрін қазір шешіп жатқан жайы бар. Ол не десеңіздер, кім десеңіздер, ол Де Зерби, ол бапкер. Эффект Де Зерби деген болып жатыр қазір Тоттенхемда. Де Зерби келді, Робертсон келгісі келді. Де Зерби келді, Сенеси келгісі келді. АПЛ-дағы үздік орталық топ қорғаушы Сенеси тегін келді. Робертсон тегін келді. Және де үздік АПЛ-дағы топ қорғаушы Ван Хекке, Брайтонның қорғаушысы 60 миллион евроға кеше ресми түрде сатып алды. Эффект Де Зерби деген осы жерде ғой. Міне қазір қараңыздар, Ван Хеккеге Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхем таласқа түскен, және де сол кезде Ван Хекке агенттеріне айтқан, басқа ешқандай клубпен сөйлеспеңдер, мен Тоттенхемға барамын, Де Зербимен жұмыс жасағым келеді деген. Бітті шаруа. Одан кейін не болып жатыр? Қазір естісеңіздер таң қаласыздар. Енді Гакпоға қызығушылық танытып жатыр, бірақ енді нақты сөйлесіп бүйтіп қырғын болып жатқан жоқ, бірақ қызығушылық бар Гакпоға. Шабуылды да күшейту керек. Негізгі мәселе жартылай қорғанысты жапқысы келеді, тағы да бір тамаша ойыншымен. Жалпы қорғаушылардың мәселесін жауып тастады. Бітті. Тоттенхемнің қорғанысы топ қорғаныс. Педро Порро да өзінің келісім шартын ұзартып тастады. Оған Реал Мадрид, Барселона, Сити қызығып отырған. Эффект Де Зерби, Порро да қалды.
Және де қорғаныстың мәселесін шешіп тастадық. Қорғаныста бір мәселе бар. Ромеро кетеді. Ромероға дәл қазір Манчестер Юнайтед пен Атлетико Мадрид қызығып жатыр деген ақпараттар бар. Бұны бір 60-70 миллионға сатамыз деп отыр. Ендігі мәселе, ең қызық мәселе, Сандро Тонали, Ньюкаслдың жартылай қорғаушысы, жалпы жартылай қорғаныстағы ең топ ойыншылардың бірі Сандро Тонали Тоттенхемға келуге өте жақын. Бұл да эффект Дезерби. Италиялық екеуі де бір қалада туылған, өте жақсы қарым-қатынаста. Бірақ Ньюкасл енді бұл Тонали үшін 100 миллион евроға жуық ақша сұрап отыр, ал Тоттенхем болса беруге дайынбыз дейді. Ал достар, қарайықшы маңайға бір Барсаның қал жағдайы қалай қазір деген сияқты болып тұр. Барса бір Гордонды алып құтырып, ой болды, енді ашылды, міне бірге келді. Трансфер деген қанша табыс тапса сонша трансферге ақша жұмсай алады деп бәріміз көпіріп едік. Одан ештеңе шыққан жоқ. Гордоннан кейін бірден тоқтады. Енді қазір Хулиан Альваресті де ала алмайтын сияқты. Хулиан Альваресті сатпаймыз, Альваресті деп жатыр Атлетико Мадрид. Енді кезекте Барселона бәрібір де шабуылшы алу керек, сол позицияны жабу керек. Қысыла қыз болдым деген сияқты. Әйтеуір қысылып ақша жоқ деп ота бермейсің ғой. Сондықтан әйтеуір бір ойыншы табу керек, алу керек. Енді Барселона өздеріне керекті ойыншыны тапқан сияқты. Ол Бормундтың шабуылшысы Вингері тамаша Крупей деген ойыншы. Крутейді қоясың, айналдырып сала береді. Өте мықты, жас, талантты ойыншы. Бірақ енді бұл да Барселонаға жақсы болып тұр деп айта алмаймыз. Себебі Бормунд Барселонаға аса әлем жіберіпті. 100 миллион евродан кем сатпаймыз, және басқа біреулер қызығып атса, сен соларға айтасашы 100 миллион екен депті. Сондықтан енді Барсаның бұл ойыншыны алуда қиын болып тұр қазіргі таңда. Бірақ әлі де қарастырып жатыр, Барселона нақты тоқталған жоқ Крупейға. Ал Реал Мадрид болса Челсиді тонауға көшкен сияқты. Хави Алонсоға өшпе білмедім. Хави Алонсо Кукурелияға тиіспендер, ол маған керек ойыншы, болашақ проектіме керек деді. Жоқ, Кукурелияны сатып жүрді. Энсо Фернандеске тиіспендер, ол менің болашақ проектіме керек деді. Енді Энсо Фернандесті Реал Мадрид алайын деп жатыр. Энсо Фернандестің өзі қалғысы келмейді негізі Челсида. Ол алдыңғы жылдан бастап айтып жатыр. Керек десеңіздер, Кукурелияның Реалға ауысқан постына лайк басып жүрген адамнан не сұрайсыңдар? Ол кетем деп тұр ғой. Реал мені алып алсаңдар құтқарыңдар мына жерден деп тұр. Энсо Фернандес келесі трансфері болуы мүмкін осы Реал Мадридтің. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.